Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Ибрагимова Ғалия Нұрхожаевна, биология пәнінің мұғалімі. Бүгінгі қорғайтын тақырыбым биология сабағында STEM технологияларын қолдану. Бүгінгі білім беру жүйесі мазмұндық трансформация кезеңінде. Ақпараттық қолжетімділігі артқан заманда білімнің құндылығы оны есте сақтауда емес, оны интерпретациялау, талдау және қолдану қабілетінде жатыр. Қазіргі кездегі мектептің стратегиялық мақсаты когнитивті икемді, сыни ойлайтын, деректерге негізделген шешім қабылдай алатын тұлғаларды қалыптастыру. Осы тұрғыда STEM интегративті құзыреттілікке бағытталған білім беру моделі болып табылады. Өзектілігі бұл STEM технологиясының. Бүгін біз балаларға дайын жауап беріп жатырмыз, бірақ ертең олардан жаңа шешім күтеміз. Бүгін біз формуланы жаттатқызамыз, ал ертең олардан инновация сұраймыз. Биология сабағы тек табиғатты түсіну ғана емес, бұл ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастыру алаңы болып табылады. STEM технологиясы бұл оқытудағы инновациялар, STEM тәсілінің ғылыми зерттеу, инженерлік модельдеу, технологиялық құралдарды пайдалану және математикалық талдау арқылы оқушының зерттеушілік, сыни ойлау және шығармашылық дағдыларын қалыптастырудағы рөлі сипатталатын болады. Ал STEM технологиясын биология пәнінің мазмұнымен сабақтастырған кезде, зерттеуге негізделген табиғи STEM тәсілдермен үйлескен кезде оқушының ғылыми дүниетанымы жаңа деңгейге қалыптастырады. STEM технологиялар дегеніміз және оның басты биологиядағы орны сайенс, биологиялық құбылыстарды ғылыми тұрғыда зерттеу. Технология, зертханалық құралдар, цифрлық микроскоптарды қолдану. Инженерия, яғни биологиялық модельдер жасау, экожүйе макеттерін жобалау деген сияқты мақсаттарда қолдануға болады. Және математикада бұл тәжірибелерін диаграмма, кесте арқылы көрсету болып табылады. STEM жаратылыстану ғылымдарында технология, инженерия және де математика интеграциясы негізінде оқытуды көздейтін инновациялық тәсіл. Бұл модель оқушының тек теориялық білімін дамытып қоймай, оны өмірлік жағдайларға қолдануға, мәселені шешуге, зерттеуге, талдауға ықпал етеді. Осы төрт бағыт бойынша білімдере отырып, мен өз сабағымда әр оқушыға мен зерттеушімін, мен шешімін таба аламын, мен өнімді өзім жасай аламын деген сенімді қалыптастыра аламын. Біз дәстүрлі модель, яғни мұғалім түсіндіреді, оқушы тыңдайтын форматтан жаңа форматқа көшуіміз қажет. Яғни ол мұғалім бағыт-бағдар, ойландыратын сұрақтар қоятын ғана тұлға ретінде болу керек. Ал оқушылар соларға мұғалімнің қойған сұрақтарына ғылыми, дәлдікпен жауап беру, зерттеудің қорытындысын шығара алатын тұлғалар болып қалыптасуға қажет. Биология сабағында STEM технологияларын қолданудың артықшылықтары неде? Мысалы, зерттеу қабілетін дамытуда. Ол біз микроскоппен жұмыс жасағанда, өсімдік өсіру, бактерияларды өсіру, зерттеу арқылы тәжірибелік дағдылар қалыптасады. Яғни біз өсімдіктің күн жарық бетінде қалай өседі, ылғалды және құрғақ жерде қалай өседі, соны бақылай алады оқушылар. Сыни ойлауды қалыптастыру, мәселелерді шешу, ақпарат жинау, салыстыру, сол заттың моделін жасау және нәтижені дәлелдеу арқылы логикалық ойлауды дамытады. Топта жұмыс істеу дағдылары ол зерттеуші, аналитик, конструктор, спикер сияқты рөлдерді атқару арқылы командалық жұмыспен жауапкершілік артады. Қазіргі кезде біздің топтық жұмыстың ең бір ерекшеліктері біз рөл беріп қоюымыз қажет оқушыларға. Топта отырған оқушылар әр рөлін өзі дұрыс атқара алса, олардың топтық жұмыстары жауапкершілікке нақты апаратын жол болып табылады. Пәнге деген қызығушылық. Ал енді біздің биологияда сабағында қандай пәнге қызығушылық артады? Нақты зерттеулер мен тәжірибелер арқылы оқушының пәнге деген табиғи қызығушылық күшейеді. Яғни біз зерттеу, тәжірибелер жасап, сабақтарымызда жасап көрсететін болсақ, оқушылар әрине сабаққа өзіндік көзқарасы дамитын болады. Білім берудегі практикалық мәні. Бұл STEM-нің қандай мәні бар дейтін болсақ, экожүйе, зат алмасу, генетика заңдылығын күнделікті өмірде маңызын түсінуге мүмкіндік береді. Яғни қазір кездегі оқушылардың функционалдық сауаттылығын артады. Өмірмен байланыстыра отырып, өмірдегі осындай маңызды мәселелерді шешуге,
оны жаңағы не себепті осындай процесстер болатынын анықтауға оқушылардың білім деңгейін жоғары деңгейде көрсетуге мүмкіндік бере алады. STEM технологияны қолданудың педагогикалық негізінде, яғни STEM моделі бойынша біз оқушы зерттейді, мұғалім бағалайды, өзіндік зерттеу жүргізеді, мәселе қояды және шешімін табуға ықпал жасайды, эксперимент жасайды, командада жұмыс жасай алады, өз өнімін қорғай алады. Бұл құзыреттілікке негізделген білімнің ең тиімді жолы деп білеміз. Сабақтағы менің міндетім бағыт бағдар ғана беріп отыру, сұрақ қою арқылы ойландыру, оларды қажет жерде кеңесші бола алу. Осы позицияны мен өз сабақтарымда ұстанамын. Ал оқушының негізгі іс-әрекеті ол сол жұмыстардың барлығын орындауында, талдауында, шешім шығаруында, қорытынды жасауында. Биология сабағында STEM технологияларын қолданудың артықшылықтары неде? Мысалы, зерттеу қабілетін дамытуда. Ол біз микроскоппен жұмыс жасағанда, өсімдік өсіру, бактерияларды өсіру, зерттеу арқылы тәжірибелік дағдылар қалыптасады. Яғни біз өсімдіктің жаңағы күн жарық бетінде қалай өседі, ылғалды және құрғақ жерде қалай өседі, соны бақылай алады оқушылар. Сыни ойлауды қалыптастыру, мәселелерді шешу, ақпарат жинау, салыстыру, сол заттың моделін жасау және нәтижені дәлелдеу арқылы логикалық ойлауды дамытады. Топта жұмыс істеу дағдылары ол зерттеуші, аналитик, конструктор, спикер сияқты рөлдерді атқару арқылы командалық жұмыспен жауапкершілік артады. Қазіргі кезде біздің топтық жұмыстың ең бір ерекшеліктері біз роль беріп қоюымыз қажет оқушыларға. Топта отырған оқушылар әр рөлін өзі дұрыс атқаралса, олардың топтық жұмыстары жауапкершілікке нақты апаратын жол болып табылады. Пәнге деген қызығушылық. Ал енді біздің биологияда сабағында қандай пәнге қызығушылық артады? Нақты зерттеулер мен тәжірибелер арқылы оқушының пәнге деген табиғи қызығушылық күшейеді. Яғни біз зерттеу, тәжірибелер жасап, сабақтарымызда жасап көрсететін болсақ, оқушылар әрине сабаққа өзіндік көзқарасы дамитын болады. Білім берудегі практикалық мәні. Бұл STEM-нің қандай мәні бар дейтін болсақ, экожүйе, зат алмасу, генетика заңдылығын күнделікті өмірде маңызын түсінуге мүмкіндік береді. Яғни қазір кездегі оқушылардың функционалдық сауаттылығын артады. Өмірмен байланыстыра отырып, өмірдегі осындай маңызды мәселелерді шешуге, оны не себепті осындай процесстер болатынын анықтауға оқушылардың білім деңгейін жоғары деңгейде көрсетуге мүмкіндік бере алады. Биология сабағында STEM технологияларын енгізудің бірнеше жолын қарастырып көрейік. Мысалы, зертханалық жұмыстарды кеңейту. Біз оқушыларға пияз қабығын препаратын дайындатқызып, цифрлық микроскоп арқылы көріп, оны біз цифрлық платформадағы екеуін салыстыра аламыз. Бұл жерде біз Science, Technology, Engineering интеграциясын қолданып тұрмыз. Яғни үш бағытты біріктіре отырып сабағымызда қолданып тұрмыз. Инженерлік модельдеу, яғни жасушаның моделін үшті қаламмен салу арқылы экожүйе макетін жобалауға болады, адам ағзасының модельдерін жасауға болады, автоматтандыру сияқты әдістермен күрделі процестерді түсіндіруге болады. Яғни қазір біз анатомия курсы кезінде ағзалардың қалай жұмыс жасағанын көрсетуімізге болады модельдерді жасау арқылы. Сандық технологияларды қолдану. Қазір кезде бізде өте көп жасанды интеллекттің сандық технологиялары бар. Соны біз сабақтарымызда платформа ретінде қолданып, цифрлық сауаттылықты арттырып, ақпаратты ұсыну мәдениетін қалыптастырамыз. Яғни дұрыс ақпаратты оқушылар іздене білу керек, таба білу керек, соны жасай білу қажет. Енді жобалық жұмыс. Ол Project Basic Learning. Ол қоршаған ортаны ластаудың өзіндік өсуіне әсері сияқты жобалар арқылы эксперимент жоспарын құру, өлшеу, диаграмма құрастыру және нәтижені қорғауға үйренеді. Бұл толыққанды зерттеу мәдениеті. Біз үлкен жобаларды емес, кішігірім жобаларды беріп қарастыруымыз қажет. Өйткені оқушы ол жобаның негізгі бөлімін зерттеу, нысанын білу қажет және де қорытынды жасап, аз уақыт ішінде кішкентай жобаны жасап үйрену қажет. Ол кішкентай жобаны жасап, ол қорытындыға жеткеннен кейін оқушы үлкен жоба жасауға талпынысы артады. STEM бойынша сабақтың үлгілік құрылымы, яғни мұғалімнің көзқарасы бойынша қалай болу керек? Яғни біз бірінші мәселе қоюымыз керек, гипотеза болу керек, жоспары, эксперименттер және деректер болу қажет. Осы қадамдар арқылы
оқушының жұмыс жасалынады. Мен STEM тәсілімен сабақ өткізгенде әдетте осы модельді қолданамын. Әр кезең оқушының белсенді қатысуын және терең түсінгенін қамтамасыз етіп отырады. Бұл оқушылардың ғылыми зерттеудің толық циклімен меңгеруге мүмкіндік береді. Яғни қандай жоба, қандай зерттеу, қандай тақырыптағы модельдеу процестері болсын, мәселе қоюымыз қажет, соған гипотеза ұсынуымыз қажет, және осы мәселені шешудің жоспарын ұсынуымыз қажет болады. Мәселені шешу үшін біз эксперименттер жасауымыз қажет болады, яғни осы мәселеге қатысты біз дерек көздерін беруіміз қажет. Сонда ғана оқушы осылардың барлығы бар болған кезде STEM тәсілі арқылы жұмыс жасай алады. Әр әдісті қолданған кезде әдістің қалыптастыратын құзыреттіліктері болады. Ал STEM арқылы қалыптастыратын құзыреттіліктерге тоқтала кетейік. Ғылыми сауаттылық, яғни ең бірінші бізде қазіргі кезде көптеп қажет етіліп жатқан функционалды сауаттылықтың бір несі ғылыми сауаттылық, яғни оқушы ғылыми тілде сөйлей алады, дәлелмен сөйлеуге үйренеді. Зерттеушілік дағды, эксперимент жүргізу, бақылау, талдау, қателіктерді анықтау дағдылары бекітіледі. Және де инженерлік ойлау, модель құру, жобалау, жүйелі ойлау қалыптасады. Және де коммуникативтік қабілет, топтық жұмыс, презентация, пікірталас жүргізе алады. Қазіргі кезде біз осы коммуникативтік қабілетті оқушылардан көбіне көзқарас басқашада бізде топтық жұмыс жасаған кезде 4-5 қана оқушы сөйлейді, 1-2 оқушылар бізде сөйлемей қалып жатады, бірақ ол іс-әрекет жасайды. Біз сондықтан біз топтық жұмыста көбіне рөл беріп қоюымыз қажет. Яғни әр рөл бойынша өзінің жұмысын жасайтын, айтатын өзінің пікірі, ойы болу қажет. Және шығармашылықты да дамытады. Жаңа өнім жасауға ұмтылыс пайда болады. Яғни оқушы зерттеу жасаса, талдау жасаса да, немесе модель жасаса да қандай бір ағзаның, ол жаңа өнім жасауға, тағы да бір жасауға, тағы да одан да кереметін жасауға ұмтылыс табады. Яғни оқушы осылай шығармашылық тұлға болып қалыптасады. Өз тәжірибемде STEM-ге негізделген биологиялық сабақтары осы жоғарыда аталған құзыреттіліктердің дамуына ерекше ықпал етеді. Менің оқушыларым осы дағдыларға бейімделген осы құзыреттіліктерді арттыру мақсатында әрқашан сабағында қолданып отырамын. Бағала өмірді бағала мәңгі деп саныма, бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден алшы бәрін түзет.
технологияны қолдану бүгінгі білім беру талаптарына толық сай келетін, оқушыны 21 ғасырдағы дағдылармен қаруландыратын тиімді әдіс болып табылады. STEM тәсілі арқылы біз оқушының биологиялық тек пән ретінде емес, өмірмен байланыстыратын ғылым ретінде қабылдайды. Зерттеу жүргізуді үйренеді, жауапкершілік пен ынтымақтастық мәдениетін қалыптастырады. Өз идеясын қорғауға, дәлелдеуге, өнім жасауға үйренеді. Менің ойымша, әр биология сабағы баланың ғылымға деген қызығушылығын оятып, болашақ инженер, биолог немесе дәрігерлердің алғашқы қадамына айналуы мүмкін. STEM технологиялары ол мақсатқа жетудің ең тиімді жолдарының бірі.